Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айжан Кәрібай және де біздің блогингке саяхат онлайн сабақтарымыз жалғасуда. Достар, сонымен біз сіздермен контент планды, сонау жыр болған контент планды құрастырдық және де барлығын дайындап, не жазамын, қандай тақырыптарда жазам деген тақырыптардың барлығын ойластырып, дайындап қойдық деген сенімдемін. Ендігі басты сұрақ, не жазарымызды білдік, енді қалай жазамыз. Яғни сіздерде алдарыңызда тақырыптар дайын тұр, бірақ енді оны қалай пост қылып, қалай әдемі қылып, адамдардың назарын аудартатындай қылып жазу керек. Сол жайында бүгін сөйлесеміз. Сонымен басты сұрақ, қалай жазамын? Кішігірім тренажер бар. Осыны есте сақтап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Айтпақшы, менің осыған дейінгі барлық лекцияларымды сіздер қағаз бетіне түртіп, өздеріңізге бір жерге дәптерлеріңізге жазып жүрсіңіздер деген сенімдемін. Өйткені естіген бір бөлек, бірақ параққа өздеріңіздің дәптерлеріңізге қолдарыңызбен жазып отырған ол есіңізде өте басқаша сақталады. Жақсырақ сақталады десек болады. Сол себепті қазіргі тақырыпты міндетті түрде жазып алыңыздар. Сонымен ең басты нәрсе қалай жазамын. Кішігірім мен сіздерге қазірде тренажер айтамын. Бұл тренажерді игеріп алсаңыздар, сіздер кез келген тақырыпта қызықты қылып пост жазуға машықтанасыздар. Ең бірінші нәрсе бізге объект керек, яғни пост не туралы болады деген сұраққа жауап беріңіздер. Мысалы, мен диван жайлы бір пост жазғым келіп отыр. Ол не туралы болады? Диван деген, яғни бізде көлемді тақырып. Оның ішінде маған диванның ерекшеліктері, диван біздің өмірімізге қандай керемет бір пайда тигізетінін, қандай ыңғайлы екенін маған айту керек. Яғни мен посттың не туралы екенін біліп алдым. Енді өзім үшін посттың не туралы екен 3-4 сөзбен жазып шығамын. Мысалы, диван біздің өмірімізді жеңілдететін жиһаз. Енді осы 3-4 сөзді мен 3-4 сөйлемге айналдырамын. Яғни оның ішіне мен диван туралы мүмкін бір фактілер қосатын шығармын. Мүмкін әлемдегі бір қызықты интерьері бар, қызықты бір декорациялары бар бір диван туралы жазатын шығармын. Яғни бірінші 3-4 сөйлем шығарамын. Ал енді одан кейін 3-4 сөйлемімді мен бірнеше абзацтарға бөлемін. Яғни осылай, жаңағыдай біз айтамыз снежный ком дейміз, бір кішкентай ғана түйіннен біз үлкен қылып пост шығарамыз. Бірақ бастапқы түйіні ол бірақ идея, яғни бір ой болу керек. Диван біздің өмірімізді ыңғайлы етеді деген. Яғни сіздің постыңызда бірден бірнеше ой болса, бірнеше бір қиындатылған бір философиялық сіз түйіндер берсеңіз адамға, және де бір-бірімен байланыссыз сізде бірнеше ойлар түйісетін болса, ол кішкене адамның оқуына, оны есте сақтауына кішкене қиындық тудырады. Сол себепті сіз барынша бір ережені сақтап алыңыз. Бір пост, бір ой. Яғни бір нақты ойды бір пост өте жақсы бере алады. Ал қалай беру керек екенін мен сіздерге тағы да айта кетемін. Бұдан бұрын сіз мына нәрсені есіңізде сақтап алыңыз. Біздің Instagram посттарымыз тек қана 2200 символды ғана сыйдырады. Сол себепті осы аралықта өзіңіздің ойыңызды жүйелі және де әдемі етіп жазуға тырысыңыз. Ал біздің текстіміз қанша символға дейін жетті деген сұрақты білетін болсаңыз, сізге оны қолма-қол санап отырудың қажеті жоқ. Бізге қайтадан Telegram боттар көмекке келеді. Telegramның ішінде Text for Insta деген ботты өзіңіз қойып алсаңыз Telegramыңызға, сізге оп-оңай өзіңіздің кез келген мәтініңізді қанша символ екенін сізге санап береді. Бар болғаны сол ботқа сіз өзіңіз хабарламасына текстіңізді жібересіз, ол сізге қанша символ және де негізгі абзацқа бөліп береді. Сол Телеграмдағы боттан сіз қайттан өзіңіздің текстіңізді копировать етіп аласыз да, өзіңіздің инстаграмыңызға мәтінге салып шығасыз. Солай сізде жаңа пост пайда болады. Енді достар, сіздерге тағы да бір өте қызықты қазірде ақпарат айтамын, міндетті түрде жазып алыңыздар.
тексті, кез келген мәтінді қызықты қылу үшін сіздерге Аида деген модельді естеріңізге сақтап алу керек. Бұл деген әйел адамның есімі емес, бұл 1898 жылы Элма Левис деген атақты ғалым ойлап тапқан термин. Аида моделі дегеніміз не сонымен? Бірінші әрпі, A әрпі, attention, яғни сіздердің назарларыңызды аудартатындай болу керек. Екінші I, interest, яғни сіздің қызығушылығыңызды тарту. Үшінші desire, яғни сіз сол постты оқып отырып бір қалауыңызды ояту керек. Және де екіншісі action, ол сіздің бір әрекетке шақыратын постыңыз болу керек. Яғни осы Аида моделін есіңізге сақтап алсаңыз, сіздің кез келген постыңыз өте тартымды және де нақты бір мақсатына жететіндей болады. Ал енді кеңірек осыны талдайтын болсақ, бірінші attention дегенде ол не? Сонымен сіздің постыңыздағы тақырыпты оқып, немесе тақырып қоймасаңыз, жай ғана постыңыздың бірінші сөйлемін оқи отырып, сіздің постыңызға бірден назар аударатындай Аида моделі жұмыс істеу керек. Сонымен бірінші attention, яғни назар аудару үшін қандай техника қолданамыз? Оған, егер де сіздің постыңыздың тақырыбы болса, міндетті түрде бірнеше пункттарды жазып алыңыздар. Бірінші, яғни қалай деген сөзден басталатын посттар өте жақсы назарыңызды аударады. Немесе қалай тез арада түскі ас дайындауға болады деген, яғни қалай деген сөзден басталатын посттар, ол бірден адамның назарын аудартады. Екіншіден, қандай да бір құпиялар, мысалға, тез арада әдемі болудың құпиясы, немесе қалай дұрыс тамақтанудың құпиясы деген сияқты кез келген сіздің білетін құпияңыз, ол адамдар үшін назар аудартатын нәрсе. Немесе ал сіз деп басталатын сөйлемдер. Мысалға, ал сіз білуші ме едіңіз? Ақ киімнің адамның имиджін жақсартатынын деген сияқты. Немесе ал сіз білуші ме едіңіз? Суды көп ішу керектігін деген сияқты өзіңіздің бір керекті фактілеріңізбен ал сіз білуші ме едіңіз деген сияқты тақырып қойсаңыз болады. Және де цифрлар, мысалға, топ 10 керемет фильмдер, немесе топ 5 маған ең ұнайтын кітаптар деген сияқты цифрлармен нақты сіз егер де тізім жасайтын болсаңыз, немесе кез келген бір лайфхак жасайтын болсаңыз, 5 лайфхак деген сияқты цифрлардан басталатын тақырыптар адамның назарын бірден аударады. Немесе жай ғана сіз осы посттан кейін сіз өзіңіздің киіміңізді қалай тез арада түктеуге болатынын білесіз деген сияқты, яғни нақты бір нәтижеге уәде айтсаңыз болады. Осы постты оқығаннан кейін адам өзгереді, немесе осы постты оқып қарым-қатынасыңыз жақсарады деген сияқты бір уәде бересіз, және де сол уәдеге келтіресіз. Немесе сіз постыңызда бірден интрига жасасаңыз болады. Мысалы, мен ешқашан метроға отырмадым. Бұл қалада деген сияқты, немесе сондай бір адамның басына сыймайды, немесе мен ешқашан автобусқа отырмаған адамын. Мен ешқашан деген сияқты сондай бір интригалық өзіңіз жайлы болсын, басқа адам жайлы болсын фактілерді жаза отырып, сіз адаммен интрига жасайсыз, және де ол адамға сіздің постыңызды оқу қызығырақ болады. Мысалы, жай ғана сенсация жаңалықтан да бастасаңыз болады. Қазіргі қоғамда өзекті болып жатқан жаңалықты бірінші сөйлемге қойып, оған деген өзіңіздің көзқарасыңызды жазып жіберсеңіз, ол адамның назарын бірден аудартады. Яғни бұның барлығы бірінші attention, яғни назар аудару пунктіне жатады. Ал енді келесі interest деген ол қызығушылық тудыру. Сіз бірінші адамды елең еткіздіңіз, одан кейін сіз бірден оның қызығушылығын тудыруыңыз керек. Яғни сол бірінші сөйлемді ары қарай кішкене тарқатасыз. Яғни адамның қызығушылығы туа бастайды. Бұл неге топ 10 кітаптың ішіне мынаны жазды екен деген сияқты адамның бір қызығушылығын тудыратындай ары қарай алып кетесіз. Одан кейінгі desire-да адамның бір қалауын оятасыз. Сіз кәдімгідей жаңағы диванның постына келетін болсақ, ол диванды барынша мақтайсыз, оның мынандай фактілері бар, ол адамға мынандай жайлылық сыйлайды деген сияқты ақпаратты жаза келе адамның қалауы туады. Яғни ол диван туралы ол көбірек білгісі келеді, немесе соңында сатып алғысы келетіндей бір қалау тудыру керек. Одан кейін ең соңында адамға бір әрекет жасауға қалауын тудырту.
Яғни адам не сізге комментарий жазып кету керек, не сізге лайк қою керек, немесе жай ғана бір өнім болса, сол өнімді сатып алатындай әрекетке дейін апару керек. Міне достар, осындай Аида моделі деген модельді жаттап алсаңыздар, сіздер кез келген постты, ол ақпараттық пост болсын, ойын-сауық, сатылым посттарын, тіптен сатылым посттарына жақсы келеді. Осындай неше түрлі посттарды сіздер ерекше тартымды қыла аласыздар. Міне достар, бүгін біз басты сұрақ қалай жазамын деген сауалға жауап бергендей болдық. Енді айтып-айтпай, бәрібірде егерде өзіңіздің ішкі қалауыңыз және де дүниетанымыңыз кең болса, кітаптарды көп оқып, жалпы жазу машығына кішкене де болса бейімделсеңіз, онда сізге бұл пункт өте жеңіл тиюі керек. Ал енді келесі сабақтарда біз сіздермен статистиканы қарауды және де өзіміздің инстаграмымызды қалай қауіпсіз қылуымызға болатынын қарастыратын боламыз.